Достар, видео басталмастан бұрын сіздерге Миллер дейтін керемет каналда ұсынғым келіп тұр. Бұл жігіт өз каналында видеоблогтар түсіреді, челлендждер орындайды, неше түрлі қызықты видеолар түсіреді. Сол себепті достар, давайте бәріміз тіркелейік бұл каналға. Бұл каналда 224 подписчик. Давайте достар, бәріміз тіркеліп 300-400 көп подписчик жасап берейік. Давайте, мен өзі тіркелдім. Давайте достар, тіркелейік. Ссылка в описании. Давайте. Миллер, давай. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бүгін біз Майнкрафт ойын жалғастыратын боламыз. Қарапайым Майнкрафттың 20-ші бөлімі достар. 20-ші бөлімге де жеттік достар. Сол үшін сразу смело лайктарыңызды басыңыздар, арна тіркеліңіздер. Арнамызда уже 2000 подписчик болыпты достар. Өте қатты рахмет сіздерге, қолдап жатқандарыңызға өте қатты рахмет. Комментарий жазып жатсыздар, неше түрлі мені құттықтап жатсыздар 2000 подписчикмен. Достар, рахмет. Және де неше түрлі идея айтып жатсыздар постройкеге. Достар, мен бәрін салып үлгермей жатырмын, бірақ барынша тырысып жатырмын достар. Біріншіден менде достар университетте оқимын, сол үшін менде уақытым аз. Сол себепті постройкалеріңізді, заказдарыңызды тез сала алмаймын. Сол үшін айып етпеңіздер достар. Бүгін достар мен сіздерге футбол алаңын көрсетемін достар. Көбісі сұрады маған футбол алаңын салшиш деп. Міне достар, футбол алаңын салдым достар. Егер де достар сіздердің идеяларыңызды әлмен салмасам достар, кешіре көріңіздер. Мен үлгермей жатырмын достар. Өйткені сіздер неше түрлі идея айтып жатсыздар. Айта беріңіздер достар. Комментарияға жаза беріңіздер, мейлі достар. Не айтсаңыздар да жаза беріңіздер. Бәлкім сіздердің идеяңызды салып қалармын бір күні. Жаза беріңіздер. Короче, көріп тұрғаныңыздай достар, осындай бір футбольный алаң салдым. Айта алмаймын бұл футбольный алаңға ұқсайды деп, өйткені достар слишком құтайқандай салдым достар. Бұл өте кішкентай футбол алаңы достар. Қараңызшы, құтайқандай ғой, емай, мына жерде ворота тұрады. Мына жерде и все, уже алға қарай шығасың, и все, болды, уже ворота тұрады. Достар, мен оны кішкентай алып салдым достар, өйткені менде ресурстар аз болды, сосын бір жағынан үшін выживание болғасын маған өте қиын болды. Картаны үлкейту. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде ағашты, топырақтың бәрін алу керек болды, жерлердің бәрін. Сол, соның бәрі ұзақ уақыт алып. Соның кестен достар осындай. Мен негізі үлкен болады деп ойлап едім, бірақ кішкентай болып шықты достар. Айтпақшы, ұмытып кетіп жатырмын уже достар. Бұл идеяны маған айтқан, футбол алаңы сал деп айтып жатқандар көп. Солардың комментарийларды оқитын болсақ, Нако Геймер деген адам жазған болатын, футбол алаңын сал деп. Нако Геймер дейтін тоже ютубер. Соған рахмет, идея жазып жатқанына өте қатты рахмет. Бізді даже ютуберлар қарайды, майнкрафтерлар. Және де достар, Миллер СМ деген адам жазды, Мистер Хакер KZ деген адам жазды, және Гүлсим Бигалиева. Және де достар, тағы да басқалар жазды достар. Өте қатты рахмет. Просто мен сіздердің барлық адамдардың комментариясын экранға шығара алмаймын, өйткені футбол алаңын сал дегендер өте көп достар. Реально бір шам адам жазып тастаған, футбол алаңын салшы деп. Білмеймін достар, сіздерге қатты ұнаған шығар. Бірақ енді өйстіп салдым достар, енді айта алмаймын, керім шықты деп, бірақ нормально, сойдет достар. Бұл дейтін бір шағын футбол алаңы, шағын стадион ғой достар. Стадион деп те айтуға да ұяласың достар. Короче, осындай енді достар, айып етпейсіздер, ұнамай жатса сіздерге, енді өздерің білесіздер ғой. Бірақ мен ойымша достар, нормально сияқты. Кішкентай алаң деп айтуға, мини алаң ғой достар, мини алаң. Болады ғой сіздерде, мысалы, мини газондар болады ғой, мысалы, сондай ғой, ода тоже. Осындай, короче, өйстіп салдым, міне осындай отырғыштар бар. Өйстіп мына жерде өйстіп отырып қарауға болады ойынды. Міне өйстіп мына жерде кіретін жері бар. Жауасыздар. Мына жерде ворота өйстіп тұрасыздар. Мына жерде не? Середина ғой достар, мына жерде бастайды ойынды. Мына жасылға неге айналмай жатқанын түсінбей жатырмын достар. Жасылға айналмай жатыр, екеуі ағаш. Қалған жерлердің бәрі жасыл, но жасылға айналмай жатыр. Айналатын шығар бір күні, білмеймін ал. Және де осындай светильниктер қойып қойын, түнде жарық болып түссін деп. Білмеймін енді футболды Майнкрафтта қалай ойнайды достар, бірақ әйтеуір осындай футбол алаңын салдым енді. Білмеймін, сіздерге ұнаса достар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Давайте достар, бүгін 20-ші бөлім болғандықтан 1000 лайк жинап көрейікші достар. Реально, мен ойымша 1000 лайкты жинай алатын сияқтымыз, өйткені 19-ші бөлімде біз 950 лайк жинаппыз достар. Ё-моё, бұл өте көп достар. Өте көп қатты поддержка беріп жатсыздар, өте қатты сіздерге рахмет. Сол үшін давайте, бұл 20-ші бөлім болғасын, давайте 1000 лайк жинап көруге тырысайық. Егер де 1000 лайк жинасақ достар, білмеймін ал, мен Майнкрафтты постоянно түсіретін болармын, егер де сіздерге қатты ұнап жатса. Короче, 1000 лайк жинауға тырысайық достар. Мен ойымша ондай қиын емес те шығар, өйткені біз 900-800 лайкты жинап жүрік. 1000 лайк
қатты қиын болмайды деп ойлаймын. Так что достар, сразу лайктарыңызды басыңыздар, қазір көріп жатсаңыздар. Мынау не деп жатқан сұрарсыз, мынау не деп сұрап жатқан шығарсыздар. Бұл дейтін не ғой? Таймер ғой, мына жерде типа бірақ енді таймер, типа таймер ғой достар. Мына жерде жазылып тұрады, кім қандай не болды, бірақ енді жасамайды, конечно. Просто қызық үшін салып қойдым, дегі просто әдемілік үшін. Міне осындай футбол алаңын салдым достар. Айта алмаймын, көп уақыт кетірдім деп айта алмаймын. Мен көп уақыт көбінесе мына нелерге кетірдім достар, мына топырақтарға кетірдім. Мына топырақтардың бәрін алу, мына жерлердің бәрін алу, ё-моё достар, қырғын проблема болды. Мен оттым, көп ұзақ оттым достар. Мен просто выживайында салғасын достар, қиын ғой достар. Егер де мен творческиймен салсам, мысалы да, мен футбол алаңын керім қылдырып салар едім достар, кәдімгі ұзын қылдырып кәдімгідей. Немесе хотя бы плоскиймерді салсам ғой, жоқ, бұл жерде бұл выживайне, мында жерлер тігіс емес, көріп тұрғаныңыздай қарашы, мына бәрін алуды айтшы достар. Короче, менде реально қырғын уақыт алды, оның бәрі еще менде уақыт аз, оның бәрін салуға. Соның кесінен осылай тез салып тастадым. Басында ойладым негізінде үлкен болатын шығар деп, бірақ ондай қатты үлкен болған жоқ. Бірақ сонда да достар, меніңше нормальный сияқты, былай мини стадионға баратын сияқты. Такое. Айта алмаймын, кәдімгі слишком жаман постройка деп. Осылай, короче, бүгінгі бөлімде сіздерге стадион көрсеттім енді. Неше түрлі идея жазып жатсыздар, там подводный үй салды, теректің үстінде үй салды деп жатсыздар. Тағы не айтып жатсыздар? Бассейн салды бір айтып жатсыздар. Бақ, бассейн мен уже салдым ғой достар. Салған заттарды қайтадан сұрап жатсыздар. Не екенін түсінген жоқпын достар. Мысалы, алдындағы выпускта, алдындағы 19-ші бөлімде мен дейтін кафе салдым ғой. Анда комментарийлар бар, прикиньте, кафе сал деген. Кафе салсам, кафе сал дейді. Ё-моё, еще парк сал дейді. Паркты салдық қой достар, көріп тұрсам, не ғой парк, саябақты сал дейді. Саябақ бар ғой достар. Білмеймін, бөлімдерді андай қарамаймын, кейбіреулерді түсінген жоқпын ал. Салған затты қайтадан сұрайтындар түсінбеймін ал. Достар, салған затты қайтадан салмаймыз, әртүрлі заттар салуға тырысамыз. Мысалы, мында футбол алаңы болады, мына жерде кафе болады, мына жерде монша болады, ана жерде мұнара, мына жерде мен үйім. Және де мен өз үйімді сал деп жатқандар бар даже. Достар, егер сіздер білмесеңіздер, міне мен үйім достар, міне үйім бар. Және де ат қора, не жасашы, ферма жасашы деп жатқандар бар. Міне достар, ферма бар ғой менде, міне нормальный ферма бар ғой. Міне достар, менде бүкіл нелерім ферма, міне көрмеген болсаңыздар, міне мен бүкіл жануарларым. Және де портал жаса деп жатқандар бар. Міне достар, портал менде бар уже. Менің ескі подписчиктерім, ескіліппін, осы қарап жүрген адамдар білет, бірақ қарамағандар енді міне көріпсіздер. Менде бар портал ват. Мен анда бірақ аз кірдім тек қана. Ішіне бір күні барарым тағы да бір рет, бірақ сосын как не будет да. Осылай енді жайлап қалаға айналып жатыр біздің выживаниемен қала жасап жатырмық, жайлап қала деп айта алмаймын пока что, достар, бірақ бізде уже не бар? Бізде уже саябақ бар, кафе бар, монша бар, ана жақта футбол алаңы бар. Короче, достар, тағы да бір шамазаттар керек, даму керек біз әлі. Мен ойымша әлі аз сияқты достар. Әлі біз қырғын зат саламыз достар. Тек қана 20 бөлім шықты, бірақ біз уже мынандай заттардың бәрін салып тастадық. Біз жаман қатты тез өсіп келе жатырмық. Соған. Нағанаш 2 тауық да же отыр. Не істеп жүрген білмеймін, 2 тауық же отыр. Так. Және де балық аулайтын жер жаса деп жатыр достар. Міне балық аулайтын жер достар. Міне мына жерде тұрасыздар да балық аулауға болады. Енді официальный андай жер жасаған жоқпын балық аулайтын, бірақ осы жерден де аулай беруге болады. Bir күн салармыз нормальный заттарды. Ал бүгінгі бөлімде істейміз сал достар. Енді мен көп сөйлеп кеттім. Бүгінгі бөлімде мен сіздерге сол бана футбол алаңын көрсеткім келді тек. Сол. Және достар, мен Инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар. Сіздер мен Инстаграмда фотоларын салып тұрамын, неше түрлі жаңалықтармен бөлісіп тұрамын. Так что достар, Инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ссылка Нұрлан нүкте Қаламов. Ссылкасы не болады? Описаниеда болады достар. Ең бірінші тұрады. Инстаграм деп соған кіріп мен Инстаграмға тіркеліңіздер достар. Анда көптеген фотолар, неше түрлі заттар салып тұрам. Так что давайте достар, Инстаграмға тіркелуге де ұмытпаңдар. Мен өте қатты қуанар едім егер сіздер Инстаграмға тіркелсеңіздер. Достар, енді айтатын заттарын бәрін айтып болдым. Давайте тағы да бір рет көрсетіп жіберейін футбол алаңын. Давайте. Так. Блин, крипер жүрді. Ой, давайте достар, онда кәбетейікші. Құттай тазалап бастайық та, давайте футбол алаңын жандарын. Ой, скелетін ағып жүр мына жерде. Футбол алаңын жандарын тазалап бастайықшы міне. Міне жандар дұрыс тазаланбаған. Арас достар, онша қатты керінбес. Ё-моё, скелет жүр аяқта. Мына бәрін тазалау достар, кәдімгідей тяжкі, бірақ жайлап тазалап жатыр қойысты. Так, жайлап тазалай берейік. Так. Опа. Ё-моё достар, мына бәрі көп ұзағы уақыт атына қаршы.
мына жерде бірден ана алып тастау керек етті. Үштен болып тұр достар. Алып тастайын. Так. Халтура жасамай қойық. Давайте бітірейік достар. Астын салып қойық кәдімгі ағаштармен. Так. Опа. Блин, лақтыратын заттар көп екен. Менде заттар всегда полный достар. Не екен білмеймін. Заттардың бәрін бірге ұстап жүрмін всегда. Так. Ё-моё достар, не лақтыратын білмейсің ғой даже. Ал достар, енді осымен аяқтайтын шығармыз да достар. Ағаштан бәрін алып жатқан сіздерге көрсетпей қояйын. Өзім алып тастармын бұл топырақтардың бәрін, бұл жерлердің бәрін өзім кесіп тастармын күрекпен. Алып тастармын. Ал бүгінгі бөлімді аяқтаймыз осымен. Сіздерге бүгін футбол алаңын көрсеттім. Сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын. Мен әлі тағы да дұрыстайтын шығармын. Бұл футбол алаңы өткен жерде жерлерді қараңдаршы, онша емес те, мына жерлердің бәрін дұрыстау керек. Өйстіп дамый береміз достар. Енді тағы да жаза беріңіздер достар комментарийға қандай зат салу керек. Тағы да енді білмеймін қай жерге салуға болады уже. Так, мына жерлерге салдық, мына жерлерге салдық. Давайте қай жерге салуға болады. Так, ана жақтан енді не жасау керек. Мына жерге бірдеңе салуға болады достар. Осы судың үстіне бірдеңе салуға болады. Или тағы да бірдеңе салуға болады. Мына жаққа тағы да бірдеңе салу керек достар. Мына жаққа көпірдің ар жағына шыққаннан кейін бірдеңелер мына жерлерге бірде салу керек. Мына жерлердің бәрін дұрыстау керек тоже. Оны да жасарамыз келесі бөлімде. Сіздерге мына жерге де бірдеңелер жасау керек еді деймін достар. Бұл короче идея көп достар. Комментарий жаза беріңіздер. Көріп тұрсыздар ғой мен картамда достар. Жазыңдар комментарийға. Қай жерін дұрыстайын, қай жерін кетіріп тастайын, мына жерге бірде салайын ба, қай жаққа салайын. Өйстіп біздің картамызды дамытамыз. Сосын сіздерге мен ең соңында достар білесіздер ғой, мен когда бәрін бітіремін ғой, қала салып сіздерге картаға ссылка қалдырып кетемін. Сіздер любойларын скачать алып, осы картаның ішінде ойнай аласыздар. Бәрі сіздер үшін достар. Ал бүгін осымен аяқтаймыз достар. Сіздерге ұнаған шығар деп ойлаймын футбол алаңы. Бүгінгі серияда біз көп зат жасаған жоқпыз. Енді просто сіздерге футбол алаңын көрсетіп кеттім. Өйткені мен білесіздер, последний время тек осы үйді көрсете беретін болып кеттім. Соңғы кезде тек үйлерді көп заттарды жасап жатқандарымды көрсетпеймін. Өйткені оның бәрі іш пыстыртатын сияқты ойлаймын. Ал короче, көп сөйлеп кеттім достар. Көп сөз боқсыз. Осымен аяқтайық. Давайте. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Ал лайктарыңызды басуға ұмытпаңыздар. 1000 лайк жинауға тырысайық. Арнаға тіркеліңіздер. Пабликке тіркеліңіздер. Мені ВКонтакте және де Инстаграмға тіркелуге ұмытпаңыздар. Ал осымен аяқтаймыз. Давайте. Сау болыңыздар.